Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін дәруменге өте бай салат жасайтын боламыз. Әрі тез дайындалады. Сіздерге ең алдымен керегі қызылша қайнатылған анар керек болады, алма және грек жаңғағы. Қызылшамызды үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Қызылша өте пайдалы. Үкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Одан кейін алмамызды өткізіп аламыз жақсылап. Қызыл алма болса болады, немесе сары алма болса да болады. Сіздерде қандай алма бар, соны бір алма қоссаңыздар болады. Жақсылап үкіштен өткіземіз. Кейін анарымызды саламыз үстіне. Анарымыздан кейін грек жаңғағын саламыз үстіне. Кейін майонез қосамыз үстіне. Майонезді 2 ас қасық майонез болса болады. Жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі рецептермен бөлісіп отырамын. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді. Пайдалы.